саламатсыздар, қасиетті аналар. Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, аяулы аналар, ару қыздар. Көңілдеріңізге көктем шуағындай сезім мен нұр құйып, тағы да 8 наурыз халықаралық әйелдер күні келіп жетті. Осынау көркем мерекенің қай кезде де алар орны бөлек. Олай болатыны, аналарға деген ыстық сезім, алғыс пен құрмет ешқашан сөнбек емес. Олар өмірдің гүлі, көңілдің жыры, әр отбасының алтын діңгегі. Мынау тынымсыз тіршілік пен кең дүниенің өзі тек аналармен, ару қыздармен ажарлы. Әрбір арайлап атқан нұрлы таңмен бірге барлық сәби жүрегі өзім деп соқса, бүгінгі мерекелік ана деген тіршіліктің тірегі атты кешіміз ардақты аналар мен ару қыздарымызға арналады. Қош келдіңіздер. Құрметті аналар, біздің мектептің ұстаздары, қыздары, 8 наурыз халықаралық әйелдер күні мерекесі құтты болсын. Сіздерге әрқашан сыр бермес денсаулық, өмірдің шапағатын тілейміз. Әрдайым мейірім шуағын шашып жүре беріңіздер. Ақ тілекті ағытып бір тастайық, аналардың мерекесін бастайық. Көздеріңнен көрем шаттық арайын, өтсін солай, әрбір күнің, әр айың дей келе құттықтау сөз мектеп директорының оқушы жөніндегі орынбасары Айдар ағайға береміз. Арасында құрметті ата-аналар, апайлар, әріптестер, бүгінгі Жанар апайымыздың ұйымдастыруымен 8 наурыз халықаралық әйелдер күніне орай сыныпта осындай аш сынып сағаты өтіп жатыр. Әрине бұл аналарымыздың мерекесіне орай құтты болсын. Мерекеміз көктемнің білесіздер, қазақтарда әсіресе наурыз сондай бір керемет күндерден басталады. Бізде 1 наурыз алғыс айту күні, содан келіп бір аптадан кейін міне аналар күні. Осындай аналар күнде аналарымыз аман болсын, деніміз сау болсын, осындай өсіріп отырған ұл қыздарымыздың тек қана қызығын көріп жүре берейік, құрметті ата-аналар. Мына мынау жүргізушілерімізде қандай керемет болып тұр. Мына апайымыз, анамыздың жас кезінде қандай болғанын көрініп тұр, бір-біріне қатты ұқсап тұр. Осындай керемет ата-аналарымыз, белсенді ата-аналарымыз көп болсын. Осындай іс-шараларымызға келіп, әрдайым қатысып, келіп тұрыңыздар, есігіңіз әрқашанда ашық. Жақсы, мереке құтты бола берсін, құрметті ата-аналар. Аналар адамды бесігімен баулайды. Өмірдің іргетасы солардың қолымен қаланады. Жәннат аналардың аяғының астында деп ислам діні әйелдерді ерекше құрметтейді. Егер де бір үйде қыз бала дүниеге келсе, береке, молшылық, бейбітшілік болады. Ата-анасына қуаныш әкеледі деп жорыған екен. Көңілің алатаудың ақтарындай, мейірімің күннің шуақ шақтарындай. Қалайша аяулана тыналармын, ән болып сағыныштан ақтарылмай, деп абзал аналарымыз бен қырмызы қыздарымыздың құрметіне әсем әнімізді қабыл алыңыздар. Ана мен бала әні орындайтын Айару және анасы Кәмшат ханым. Şalgıdan
істеп отырмын. Кәмшат менің көршімді қолдап келіп отырмын. Өнерлерін биіктей берсін, бұдан да биіктерден көрініңдер. Барлық аналарға осы өзіңнің қыздың қыздарға үйдің отсында тек қана биіктерден көріне беріңдер, мектептің жұлдызы болыңдар. Кең кеудеңе гүл болып тағыламын, жұлдызындай көгінде жағыламын. Алыс кетсем аңсаймын, сағынамын, анам менің асылым, лағынаным. Теңіздей тербетіліп көл бетінде бишілер билеп кетті тербетілер. Ақ қудай қалықтаған теңіздегі бишілер өнерлерін көрсетуде. Дей отырып, келесі кезекті мың құралған бишілерге береміз. Ортада қазақ биі, қарсы алыңыздар. бір күлкісі бар әлемді шарпыған. Бұл сезімге ие болған барша жұрт әрқашанда мол байлықта шалқыған. Дей отырып, ол қыздарыңыздың жүрек жарды тілектерін қабыл алыңыздар. Асылдан сынағысын, мөлдір таза бұлақтың тұнығысын, күндей ашық, айдай биік көңілімді, жүрегімді нұрға білер жырығынсын.
Anашым, асыл адам сіз едіңіз, бізді бесігіңмен тербетіп, аялаған біздерді ардақтаған анашым, асыл адам сіз едіңіз. Анашым менің анашым, мәпелеп өсірген сен едің, мейірімің қандай керемет, анашым менің анашым. Анашым, аяулы адам сен едің, серігі болған біздердің, түн ұйқысын төппелеп, қамқоршы менің анашым. Анашым, асыл адам сен едің, біздерді бесігіңмен тербедің, аялаған біздерді ардақтаған анашым сен едің. Мәпелеп мен өсірген, ризамын мен өзіңе, ана деген керемет, сыйлап өтем өмірде, аялаған анашым, мәпелеген анашым, менің шылағын тілерім, қартаймасақ, анашым, сендер шоқтанасың, арқа сүйеп анасың, еңбегіңді ақтаймын, аман болшы анашым, бәрімізде анасың, біз үшін күн болып жатсың, құтты болсын мейрамың, құттықтаймын анашым. Ана менің гүлім, ана менің гүлім, аналармен қарайды, біздің ана гүлім, Бақыт табам өзіңе, әр айтқан сөзіңе. Анашым сен бақыттысың, гүлім қойып өскіліп, жайлап жүршігіліп жүр, шағадан мен тілеп жүрім. Ана менің аялаған ақ гүлім, ана менің бақытым мен шаттығым. Егер менің жанымда сен болмасам, бұл өмірде қалай ғана жүремін. Алыс кетсең, мен сені сағынамын. Анамда бар, әкемде мені шүкір айтам, Аллаға сансыз. Айтылайдық тасылмайтын кенім, естер едім бұл екі жансыз, жетер едің жетектенім мені, ана әке жақсы көрем сені. Жүрегімсің анашым, неткен сұлу көздерің, ана менің аялаған ала ханым, тәрбиеледің мені, анашым, еркелеттің мені, анашым, сізде ана менде бар болмақтаным, мың алғыс сізге анашым. Ана берген нағыл батыр ол ана тен қана болар балақан, бақыт деген ананың алақаны жолдар әрдайым толған. Ана деген бастауы ұлылықтың, ана деген рәмізі сұлулықтың, ана деген бір жыр бар шырқалатын, асқақтатар биікке ұрпағатын. Олай болса қарсалайық, дауысына сүйсініп тамсанайық, ерке ұлдың талантына тәнті болып, уа халайық, жұмыла қол соғайық. Келесі кезекте ән ұлдарыңыз Жұмабек Мирас, анасы Ұлжан ханыммен бірге. Бақытым сенен өзге бар ма менің?
өмірден аласы бар. Аласы бар адамның анасы бар. Мерекесін құттықтап аналардың өнерлерін жолдайтын аналардың баласы бар. Мейрам төккен баршаға, онымен өмір қаншама, анасыз өмір болама, айтыңдаршы баршаңда. Алысқа кетсемде сағынаман мен сені, арқашымда жанынан табылатын мен анашым. Ана, сен бақыттысың, жыламағын, жай түсіп жатқанда да құламадың. Тәңірімнен мен едім ғой сұрағаның, сондықтан жыламағын. Жүрегім жалғызсырап алаңдама, мен ойлайтын бір жан бар, анам ғана. Ол қорғаушы пештем өмірдегі, туылғандай қарайды маған жаңа. Іздемеген кел жоқ сағынбаған, жүре берші анашым жанымдама. Анам барда сөнбейтін оты мүлде, жарқылдаған нәр алам жанарынан. Жеткенім қанша рет күн кеше, жадыраймын қуанып күн десе. Аспанымнан бар қайғым жоғалады, құшақтаса ботам деп күлімдесе. Аяулана қымбаттым, ұйқымды бөліп тұнғаттым, нәрім берді ақсытым, құшағымда гүл бақтың, армандарға жетерміз, құстай ұшып кетерміз, ыстық құшақ анашым, сізді бақыт етерміз. Батырда туған анадан, ақында туған анадан, ананың биік тұғыры, анадан туған бар адам. Пайғамбарымыз Мұхаммед ананы құрмет санаған, анаға мәңгі борыштар елдегі барлықтан адам. Ақ сүтін беріп өсірген, бұзық болсам кешірген, тілін алсам айналған, күнәм болса өшірген. Ақ анашым, саған тәнті балашым, мөлдір көздер бұлақсың, мен сүрінсем жылапсың. Шыңға шықсам қуанып, мен құласам құлапсың. Ақ анашым, сендей бар ма жанашыр? Анам менің өмірде тірегім, анам менің кеудемде жүрегім. Егер мен басқа сен болмасаң, бұл өмірде қалай ғана жүрегім. Өтсей болсын өміріңіз, нұрға толсын көңіліңіз, биік болып жұлдызыңыз, көктен тек ұлпырыңыз. Бақыт қонсын басыңызға, қолдап жүрсін тәңіріңіз. Аққалақта анашым, күн сәулелі анашым, әлпеш деген баласын, айналайын анашым. Құтты болсын ағанам 8-ші наурызың, қасында бұл әрқашан жансың жағын жұлдызың, тілейді бақыт біз саған әлпеш деген ұл қызың. Аяулы анашым, мен үшін дарасын, мейірімін төгесін, әлпештеп бағасын. Перзентке жұмсаған бола күшін, ана ырысбақ дәулет жұбан үшін, көк бөрінің тегінде таралғандар, құтты болсын бүгінгі қуанышы. Мәңгі жарық күн сыйлаған адам, бір адам бар ол өзін сынады. Менімге де бір өзінен ғанам, жолды да өзінен алады. Ару ана өмірдің асылдары, жайнасын көңілімнің жасыл бағы. Сендер үшін ән мен жыр шырқалуда, сендер үшін мереке шашулары. Дей отырып тамаша биді қабыл алыңыздар. Ортада ұлдарымыз аналарымен бірге.
жанұяның жылуын суытпай, қалып бесікті тербей отырып, тебіренген тұлғар бесік жыр арқылы, аңыз ертегілері мен жақып жырлары арқылы, ұрпағының бойына адамдық қасиеттерді дарытып отырған аналардың құдіретті сезімдеріне арналған әсем әнді қабыл алыңыздар. Жеткен аспаптың сүйемелдеуімен аналар әні. жасқанбай әр қадамын нық-нық басып, бейімен көрерменді тәнтететін арулар келді міне толқып тасып. Ортада Тауыз биі, қарсы алыңыздар.
ақ сүтіңді ақтап өту арманым. Барша ана, құтты болсын мерекеңіз. Әр қашанда анасызбен берекеміз. Ақтасақ ақ сүтіңді асыл анам, сонда біз кісілікке теңесеміз. Көрініс, Шыңғыс Айтматов, жер ана. Армысың қасиетті далам. Сенің қаның сау толғанайын. Өзіңмен келген, я жер анам. Өзіңмен бүгін сырласуға келдім. Жарық дүниенің қақпасын ашып, бізден әлі бейхабар, ғазиз дүниенің табалдырығын аттағанда, әуелі болып қуанатын ана емес пе жер анам. Жан жүрегі еміреніп, қуанышыңа қуанып, әр басқан қадамыңа тілекші болып отыратын ананың жан тебіренісін сөзбен бедерлеу қиын шырақ. Бірақ жер анам, өзіңмен сырласуға келген оқиғам, мынау ел-елде жер-жерден болып жатқан зұлматтарды, алапаттар мен кесапаттарды, соғыстар менен зілзалаларды мынау пенделерін тартып жатқан жоқ па? Жер ана, қаншама боздақтар, қаншама балаларымыз, қаншама аналарымыз зардап шегіп жатқан жоқ па? Адамзат баласы ешқандай соғыс қырғынсыз өмір сүре алмай ма, жер ана? Сен маған аса бір ауыр сауал қойып тұрсың толғанай. Соғыс деген кейде апат, кейде тайпа елдердің, тұтас халықтың ізі қалмай кететін кездері де бар. Өрт басып күлге айналып, талқандалып құм басып қалған қалалар да аз емес. Адам баласының адынан ізіне зар болып жүрген ғасырларым да бар. Сендерге керегі не? Уа жарық не есі? Адам баласы сендерге не керек? Жер ме керегі? Міне, мен жер. Мен сендердің бәріңе бірден. Сендердің ешбіріңді аламаймын. Қаламаймын, аламаймын. Дәндікші, мың дәнет өзіңе қайтарамын. Шыбыққадай салшы, шынар өсіп беремін. Милу ағаш екші, жемісін мен майыстырам. Ал толғанай сен болса, адам баласы соғыс қырғызсыз тірлік ете алама деп маған сауал қоясың. Ол маған байланыс мекен. Ол адамға, сендерге, өздеріңе, сендердің ақыл, парасаттарыңа байланысты. Жамандық қаласаң да, жақсылық қаласам да, адам бәрі сендердің қолдарында. Адам қолдағы құдірет. Жер анам, бізден адамдарда пенделеріңнен кеткен қателіктер болса өзіңнен кешірім сұраймыз. Аллаға аманат, балаларымыз бен аналарымызды жылатпасын. Соғыс болмасын. Аналар мейрамында барлық аналарымыз шат-шатман күйге болсын. Қасиетті жер анам, аналарымыз аман болсын. Өзің аман бол. Саған үлкен рахмет анашым. Ардақтана, аяулана, қымбаттым. Тәттиқымды бөліп талай тұнқаттың. Өміріме нәрім бердің ақ сүтің. Кең құшағым аясындай гүл бақтың деп алдарыңызда.
Кем көрмеймін сізді асыл анамнан, сізге ұқсап қудық біз де сарарман. Сіздей адам дүниеде көп болсын, балалардың бақыты үшін жаралған. Ұстаздар, қандай ғажап халықсыздар, шәкіртке шыңдай биік алыпсыздар, жан біткен жанарына нұр сыйлаған, күндей боп күлімдеген жарықсыздар. Оқушылардың ұстаздарына деген ыстық лебіздерін тыңдаңыздар. Sırlasatım, silasatım, yüzünce uzatım. Barcha arı analarımızın adına, osundagi barcha ustozlarimizga ming alqış. Жүзінен сырық тұрған ерекше нұры бардай, қазақтың сұлулары. Жігіттер өртенердей қызығып таласады, жымиып еркелеуде тек бізге жарасады. Гүл қыздар даласының даланың елігіміз, сезімнің селігіміз. Көңілі таза ғажап, қыздардай жан бармаша, жүрегін мазаласа, жігіттер таңғалмасын, біздерді армандасың. Жаны көңілі көктемгі гүлдей, жаңа бір жыр
Жаным көңілді көктемгі гүлдей жаңа бір жыр жанармыз талай жігітке көптеген күндей қол жетпейтін арманбыз жаны көңілді көктемгі гүлдей жаңа бір жыр жанармыз талай жігітке көптеген күндей қол жетпейтін арманбыз Үлкен құрметпен Жанар апайымызға сөз береміз. Құрметті әріптестер, және де менің әр қашанда жанымнан табылатын ата-аналарым, және де осы мектептің жүрегі балаларым, сіздерге осы көктемге келіп жеткен алғашқы алғыс күнімен шын жүректен құттықтаймын. Және де сонымен қатар осы қыздарымызды тәрбиелеп, сыпайы, салиқалы, инабатты етіп тәрбиелеп отқан аналарымызға мың алғыс. Ұлдарымызды ер азамат етіп, парасатты, ақылды етіп асырап отырған әкелерімізге мың алғыс. Және де осындай кереметтей киелі мекенде жұмыс жасап, жаны жайсаң, жақсы жандармен жұмыс жасап жатқанына мың алғыс. Және шаңырақ көріп отырсыздар, шаңырағымыз әрқашан биік болсын, керегеміз кең болсын, бірлігіміз ынтымақты, шығармашыл табыс тілеймін. Әрқашанда осылай бірлігіміз шашырамасын. Сіздерге мың алғыс келгендеріңізге. Кең байтақ жазиралы дархан даламыздың тұнық ауасымен тыныстап жүрген баршаларыңызға біздің 5-ші Ә сыныбының ұйымдастырған ашық тәрбие сағатына 8 наурыз аналар мейрамына арналған ашық сабағымызға, тәрбие сағатымызға қош келдіңіздер дейміз. Тағы да үлкен рахмет, алтындай уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге. Аналардың өнері ұнады ма сіздерге? Осы мектептің ұстаздарының көңілін көтерейік деп қаншама күннен бері келіп дайындалып жатырмыз. Үлкен рахмет, аналарымызға рахмет. Осымен біздің концерттік бағдарламамыз аяқталды. Келесі 9 майда кездескенше аман сау болыңыздар.